Қайырлы күн. Бұл ғимаратта генератор мен турбиналар орналасқан. Бұл жаққа реактор арқылы келетін энергияны ток көзіне айырбастайды. Бұл арқылы турбина қозғалып, генератор арқылы шығарылып, электр тоғы шығарылады. Бұл жақта әртүрлі бактар және аккумуляторлар бар. Олар біздің ғимаратымыздың эксплуатациясын қамтамасыз етеді. Ғимаратымыздың бұл бөлігінде атом энергиясына айналған таза энергия тоғынан жасыл сутегі өндіріледі. Бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай электролиз процесі жүзеге асады. Здесь вы можете увидеть реакторное отделение, где находится реактор. Для атомных энергетических станций мы используем уран-235. Это обогащенный вид урана. Одна таблетка урана примерно может иметь 86 вагонов угля, то есть около 600 тонн. Далее можете увидеть, здесь находится бак-водород, где находится обычная вода, то есть H2O. На пожарный случай, если что-нибудь случится с реактором, эта вода немедленно будет охлаждать, потому что вода является теплоносителем. Во время цепной реакции деление атомов урана-235 делится на барий, криптон и остальные 3 нейтрона. Свободных нейтроны, которые продолжают ударяться в другие атомы и также высвобождать огромное количество энергии, которая нагревает воду около 600 градусов. Далее вода идет в сепаратор, вы отдаете свое тепло в виде пара. От этой воды идет уже в генератор. Турбину вода поступает в генератор по второму контуру. Стоит упоминать, что вода в реакторе находится только по первому контуру и ни в коем случае не смешивается с водой второго контура, потому что она радиоактивна, что может быть очень опасно при выделении газов из генераторного блока. Говоря о реакторном отделении, здесь находится энергоблок, где находится ядерный реактор. Оттегі энергетикасындағы суды тасымалдау, өндіру және энергия тұтыну құралы ретінде пайдалануға негізделген энергетика саласы. Оттегі ғарышта ең көп таралған элемент ретінде танылады. Сутектің жануы максималды, ал оттектің жану өнімі су болып табылады. Қолдану саласы жылыту, мұндағы жасыл сутекті электр және жылу өндіру үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар бүгінде энергия көзінің белгілі бір бөліктерін табиғат желісіне беруге болады. Қазіргі уақытта бұл қазбалақтарға деген қажеттіліктерді төмендетеді. Болашақта газ желісі арқылы сутектің толық жеткізілуі мүмкін. Казахстан располагает уникальнейшими возможностями по производству водорода. Стоит упомянуть то, что суммарная мощность всех электростанций Казахстана 22 гигаватт, из которых из-за ночных провалов мы потеряем около 5-6 мегаватт, которые могли бы быть использованы в производстве водорода. В мангостауских и павлодарских областях себестоимость электроэнергии очень дешевая, около $1 за киловатт-час. Hydrogen can be obtained in several ways. This is with the help of green hydrogen, gray and blue. With green hydrogen, it is electrolysis that is occurs through renewable energy source. Blue hydrogen is when you use traditional method of obtaining energy, that is coal, oil and gas to produce hydrogen. And third, this is true. Processing and production from gases such as methane, Kazakhstan can produce about 1 million tons of hydrogen per year. That's about $1.5 billion. These are very good indicators because our country can provide itself with energy independence.